Үйге жылап келмеңдер. Әкем марқұм, үйге жылап келуші болмаңдар. Өз мәселелеріңді өздерің шешіп үйреніңдер дегенді көзі тірісінде көп айтатын. Балғын бала кезім. Бір күні ымырт түсуге таяу қалғанда бәріміз аулада үйдің шағын жұмыстарын жасап жүргенбіз. Есіктің ілмегін сарт еткізіп ашып, ентіге жүгіріп інім кіріп келді. Досымен төбелесіп, жеңіліп қалған болу керек. Жылағаны көрініп тұр. Екі беті шаң тозаң мен көз жасқа араласып айғыз-айғыз болып кетіпті. Есіктен кіре сала бізді көріп, көздерінен ыстық жас ыршып түсті. Иегі кемсеңдей өз дауысына өзі булығып, өксіп жіберді. Оны көрген әкем інімді ақырын ғана дауыстап қасына шақырып алды. Ойында ештеме жоқ, інішегім елпектеп жетіп барып еді, әкем екінші үйге жылап келгенді көрмейтін болайын деп, кәдімгі солқылдаған көк шыбықпен ауаны ысқыртып тұрып, жұмсақ жерінен салып қалмаса бола ма? Еркелетіп, басынан сипап жұбатады деп ойлаған інімнің көз жасы сол мезетте сап тыйылды. Сонда мен керісінше қиналғанда демеушілік көрсетудің орнына неге қаталдықты насихаттайды деп іштей ренжіп қалғаным бар еді. Кейін бой жетіп үлкен өмірге қадам баса бастағанда оның сол кездегі сөздерін түсіне бастадым. Үйге тек күліп кіреміз. Ауыр ой мен сандалған сансыз сұрақ есіктің сыртында қалады. Сөйтсек, бізді өз бетінше өмір сүруге ерте жастан баулыпты. Рухани әлсіздіктен, жүректің жігерсіздігінен, түртіп қалса теуіп қалғандай етіп асыра сілтейтін бәлеқорлықтан аулақ болғанымызды қалағанын түсіндік. Әлде өзінің өмірден ерте кететін сезген бе екен? Мен жоқ болсам бет-бетімен кетіп, болмашы қиындыққа ойсырай құламасын, үп еткеннің бәріне сағы сынбай асқақ жүрсін дегені болар. Бір қызығы, інім сол кезде әлі бала болса да, үй ішіне содан кейін осалдығын көрсеткен емес. Жаған Бегім Бәкірқызы.